Ой, наконец-то папамыз келді. Таптым ба, рахмет. Таптым ба кеңді, адаспай. Орнына жайғасты болды. Я свободна. Сен мен салмадым ба не? Сен сұрысына салдың ба? Мен балам салып кеттім де. Балам емес қой, соны жаз. Мә. Сен төркіндесің ғой, не қылып Сонда да ғой, мен сені сағындым ғой. Сен алыста болсаң айтып едім. Ал енді қой көрсет, міне. Болды, тапсырдым балаңды өзіңе. Башаңызға ассалаумағалейкум. Ерекең бар. Ереке қалайсыз? Мына жақта Пернехан деген жігіт бар. Пернехан бетіне күн түспесін деп бұл жігіт. Бойдақ қой қыздар бетіме қараса ертең жаман болады деп маска киіп алыпты бетіне. Қалай Пернехан сен, жағдай жақсы ма? Жұмыс аман ба? Пернехан деген алтын жігіт, өзім алтын інім айналайын. Бір ауыз сөзін жерге тастамауға көмектесіп жүр. Мына жақта Ерекең деген алтын жігіт бар. Ал сәттілік жігіттер. Ал. Бірден айтасың ба? Мен тойға кетіп бардым достар. Талдықорған қаласына тойдамыз бүгін. Өздеріңіз білетін Ақсарай мейрамханасында. Енді қазір өзім обедке дейін келіп, таңертең келіп жігіттермен бірге жұмыс жасап, қайтып бара жатқан жайым бар. Біз сіздерге енді жұмыстың барысын көрсете кетейін. Қандай жұмыс жасалып жатқанын біле жүріңіздер. Бізде мына жерде терраса болады. Террасамыздың кірпішін қалап құйып дайындап қойдық. Енді бізде бүгін лестница құйылып жатыр қазір. Жігіттер осы лестницаны құяды бүгін, Алла қаласа, дайындап. Ертең уже мына төбедегі террасаның трубаларын қойып, мынаның ішін толтырамыз, Алла қаласа. Енді бұл жердегі террасаны салған себебім, ертең Алла қаласа анамыз кухнядан тамағын істеп, жазда мына жерге отырып шай ішсін деген ниет қой. Жазда таза ауада. Бұл жақтың табиғаты өте керемет. Сол үшін осындай бір өзіміз дизайн жасаған болатынбыз, кішігірім. Аллаға шүкір, жұмыстарымыз әйтеуір өзінің қарқынымен жүріп жатыр. Сол бүгін тойымыз бар. Ертең бір күн демалып арғын қайттан той. Бізден сезон басталды. Алла қаласа енді маусым айынан бастап бірақ тынбайын деп тұрмыз. Сол үшін Аллаға шүкір, Алла тағала ризығымызды арттыра берсін. Анамыздың үйін тезірек бітіруге Алла тағала жәрдем берсін. Аман болайық бәріміз. Бізге ақ жол ағайын. Ал ағайын, енді көршім келіп жатыр міне. Көршім келіп жерін тегісі бұл кісі фундаментін құйып ертеңнен бастап үйін бастайын деп жатыр. Алла қаласа. Көршілеріміз көбейіп жатыр, соған қуанып жатырмыз. Тұрып жатқан кісілер бар ар жақта, оны потенция көрсетем. Құдайға шүкір, әйтеуір анамыз жалғыз болмайтын болып, көршілері бар. Мына жақта да бір кісілер міне киіз үйді қойып тұрып үй салып жатыр. Көбейеміз жаймен, ештеңе жоқ. Бұл новостройка ағайын, жаңадан салынып жатқан үйлер. Біреулер айдала, анау деп отырған, айтатындар айта берсін. Қолымыздан келген осы, әркім қолынан келген ісін жасайды ғой. Сол, аман болайықшы.